Мына йод туралы кішкене ақпарат беріп өтейін. Мынау таусылған екен, қазір уже тастайын деп жатқанмын ғой, сыртта біткеннен кейін. Бұл йодты көпшілік сұрайсыздар, бұл неге, кімге пайдалануға болады, пайдасы қандай деген сияқты. Д3-ді біледі, йодты кішкене білмей жатыр. Біз мынау Қазақстан жалпы эндемиялық аймақ дейміз, иә. Біз ана теңіздің жағасында тұрмаймыз, морепродукты жемейміз, құрамында йоды бар затты жемегендіктен өнімдерді біз үнемі йод дефицит аймақта жүреміз. Йод дефицитті болады біздің организм. Сондықтан йодты күнделікті профилактикалық дозасын ішіп отыруымыз керек. Мынау сок яблоко деп тұр, алманың дәмімен спрей түрінде өте ыңғайлы. Таңертең аш қарынға, ең бастысы тамақтан кейін демейміз, өйткені көпшілік таңертең садикке, мектепке бара жатқан кезде ауыздарына кішкентай балдарға бір пұшық себеміз, үлкендерге 2-3 деген сияқты осындай спрей түріндегі йод өте жақсы, дәмі де жақсы, результаттары да жақсы. Соны айтайын дегенмін.